Почта үйінде ешкім жоқ па? Мен көршім ғой жындаман. 5 жыл болып бірге тұрып жатқан Қарағандыға кеше ғана тойға кетіп қойған. Енді алтын жетеді, масканы киіп алып тосып кеттік. Кешке бай боламыз. Жай, дауыс шығар. Көршілер көріп болмасын. Жүр. Қолын көтер. Алтын бар ма үйде? Қанша? Килограммен сұрасай. Қанша килограмм? Қанша? 103. Алып шық. Енді бой, бол деймін. Алтын! Қатын сен шақырып атыр. Алтын! Бүгінгі видеоның спонсоры БірХВет достары. Төмендегі сілтемеге кіреміз және де тіркелеміз. Сілтемесі төменде, ал біз видеомызды бастаймыз. БірХВет ең жоғарғы коэффициенттер. Привет, девушка. Можно познакомиться с вами? Фу, отвали, мамбет. У меня все есть. Деньги, машины, не переживай конкретно. И что? Ты хуже моей собаки. Откуда ты приехал вообще? Я из космоса, если что. Ха, скорее всего, с Саула. Ты сперва на обувь посмотри, придурок. Это называется стайл, детка. Как конфетка. Қарындас не ішіп отыр екен? Қарындас қара су ішіп отыр. О, мынандай мейрамханада қара су? Даяша, қарындасқа шампанское. Кешіріңіз, рахмет. Оны төлейтін менің ақшам жоқ. Қарындас, бүгін бәрін мен төлеймін. Саспаңыз. Тек бүгін ғана ма? Сіздей сұлу қызға өмір бойы төлеп өтіледім. О, жігіт ше? Еркек ше? Мынау менің 20 жылға алған ипотекаға үйімнің кредиті. Мынау менің ломбардым, алтындарым. Мынау менің машинамның кредиті. Мынау менің тұрмыстық техникамның кредиті. Ал мынау менің тағы да ұсақ түйек ақшалай кредиттерім. Қарындас, сіз мені түсінбей қалдыңыз. Мен тек осы мейрамханадағыны ғана төлеймін деп айттым сізге. Мейрамханада? Иә. Жарайды онда. Мынау менің мейрамханадағы қарызым 1.200.000 теңге. Attım hoşgör kredit, attım hoşgör kredit, attım hoşgör kredit, attım hoşgör kredit.